Ассалаумағалейкум, мен Дефект ФМ арнасының жүргізушісі Алмас Мұқажанов. Біз қазір Талдықорған қаласындағы тең қоғам қорғау орталығындамыз. Қазір осы орталықта Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Оспанов Ербол Дүйсебайұлымен және үкіметтік емес ұйымның басшыларымен кездесу өтуде. Кездесулер, дөңгелек үстелдер, қайырымдылық акциялар, ардагерлерге арналған іс-шараларымыз біздің жоспарға сәйкес. Модернизацияны әлеуметтік әлеуметтік қолдау жүйесінің парадигмасын. Обычно у нас как человек агрессию потому что дома стоит. Соответственно. Есть определенная программа в рамках направления именно обеспечения занятости и передача опыта с поколения на поколение. Это сегодня как бы есть. Центр занятости это сегодня как бы практикуется. Но вместе с тем высококвалифицированные специалисты, они везде нужны.